Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Всем привет! С вами видеоканал Event. We are very happy to welcome you. Бүгін біз ақпан айының қорытындысы туралы айта келсек. Бүгін бізбен Сағидолла Айнар, Айтанова Айдана. Және Абикенев Адиль. 5 февраля в пятничный день весь колледж узнал результаты проделанной работы за целый семестр. Поздравляем всех, кто вошел в десятку лучших. And on Saturday and Sunday of the first week of February, there was a dorm championship in table tennis as well as checkers. Екінші аптаның дүйсенбісінде экологиялық тәрбие тақырыбына тәрбие сағаты өткізілді. Оның ішінде біздің студенттер өздерінің жаман әдеттері туралы ойланды және оларды түзету деген ойдамыз. Хорошо, я задам тебе пару вопросов. Первый из них, как интересует тебя вопросы экологии? Да, я занимаюсь поступила на эколога, и это сейчас оптимальная проблема, и Земля нуждается в экологах. Хорошо, что является главным фактором загрязнения окружающей среды, по твоему мнению? Человек и его действия, деятельность. Хорошо, а какие примеры ты можешь привести в деятельности? Заводы, машины, Мусор. Хорошо, спасибо. Также 15 февраля прошла объединенная классовая встреча с воинами-интернационалистами в онлайн-режиме. Неше жасыңызда әскерге шақырылдыңыз және ауған соғысына қалай түстіңіз? Бұл енді әркімнің өмірінде өзінің бір тәжірибесі болады. Мысалы мен үшін өте үлкен тарихи күн болып саналады. Ол жаңағы біз бұрынғы совет үкіметінің кезінде өмір сүріп, сол кезде өмірге келген жоқ. Сол кезде мен әскерге шақырылғам. Ол 1986 жылы мен 18 жасқа толғанда, ол кезде 18 жасқа толғаса әскерге шақырылдым. Мен институтта оқып жүрдім. Мұнда қазіргі Астана бұрынғы Целиноград қаласы, сонда ауыл шаруашылығы институтта оқып жүрдім. Ол кезде институттан да әскерге шақырылдым. 18 жасқа толғаннан кейін апрельде толдым, ай айында әскерге шақырылдым. Бірінші семестр артта қалды, яғни 11 ақпанда колледжіміздің қоғамдық бақылау комиссиясы өткізілді. Оған жауапты болған СГРК біріккен ұйымы болды. Even we are on the distance learning, we never forget about our additional classes. On the 20th of February, there was a personal dormitory championship on Toros Komala. Психология такая интересная наука. А вот ты, Айдана, когда-нибудь была у психолога или смотрела такие фильмы? No, I haven't, but I would like to. I think it's very interesting. Сен 22 ақпанда басталатын психология маңдасына қатыса аласың. Мұнда көптеген тренингтер, оқулар және сауалнамалар болады. Psychology is psychology, but no one cancelled the parent-teacher conference. 23 февраля состоялось родительское собрание для родителей студентов. And on the 26th of February, there was a parental meeting for parents of third and fourth courses. Осымен тамам, назарларыңызға рахмет. С вами был видеоканал Event. До скорых встреч!